Ассалаумағалейкум достар, бүгін Opel Vectra автокөлігімен сіздерді таныстыратын боламын. Міне бак, бензин бак, четкий жұмыс жасап тұр. Міне обзор көрсетейін. Осындай Opel алам деп жүрген жандар көріп алыңдар. Міне полный комплектация. Ал бірінші ішімен таныстыра кетейін. Міне бұл механика коробка, ешқандай да автомат емес. Магнитофон, өзіңіз қалағаныңызға сала бересіз. Міне мынау бардачок былай ашылады, былай қайтадан жабылады. Мына жерге полный салым, ручник, терезе ашатын, жабатын. Мынау руль, бұл жерде сигнал ортасында емес, шеткі мына жерде, сосын мына жерде вот рульді отырып бүйтіп істейсіздер. Міне мынау скоростары, міне 220-ға дейін барады, спидометр, километр бәрін көрсетеді. Міне бензин бак қызғаным. Мына жерде қосымша нелері, мынау фар, мынау кішкентай фар, мынау дөу фар. Міне есік ашық тұрса, міне шиқылдайтын болады. Ал есік жауып қойсақ, ал мынау печкасы, міне 0-де емес, 1-де тұр, міне сызық 1-де тұр. Оны түсірсеңіз, ол жабылады. Қайттан қойсаңыз, ашылады деген сияқты. Ал мына жерде ең бірінші бізде мынау көріп 1, 2, 3, 1 арасын үзіп істейді. Жаймен арасы үзбей сөйтіп қатты сөйтіп деген сияқты. Міне не қатартсаңыз су шашады деген сияқты. Ал мынау бізде не поворотниктер. Міне мынау төбе жақтарында міне бізде мынау светтері, мынау төбеді ашатын, жабатын. Мынау бізде міне полный комплектация. Мына жерде бізде мынау аварийка, міне басасыздар. Екі жағында 2 аварийка жанып тұр. Міне мына жағында 2 печкасы, міне мынау ыстыққа қойып отырады, мынау өзінің жасайтыны, мынау аяққа ұрады, мынау бетке ұрады, бәрін өзің реттеп аласың. Мына жерде сағат көрсетеді. Бұны да сағаттың дұрыстап алсаң болады. Мына жерде де пеш деп машина қыздырған кезде істеп аласың. Міне бірге салып, екіге салып жүре бересің. Мына жерде осы ремен салатыны, мына жерде де ремен салатыны. Мына жақта да есік. Мына сиденьесі, полигі. Міне мынау айырбагы, өзінің ашылатын жағында да бір печкасы бар. Мына жақта да мынандай не бар, өзінің ручник ұстайтыны бар. Мына жақта да водительский жақта да ручка ұстайтын бар. Міне құлыптанды и ашылды. Мына жақта ашылады, пожалуйста. Мынау терезе бұратын, сондай терезе қалыпқа келтіретін десек те болады. Мына жақта бір қалта бар. Ана жақта да қалта бар. Полный комплектация. Міне есік осылай ашылады. Барлығы түсіреді, мынандай өзінің несі бар. Міне өзінің фары. Полный комплектация. Міне мынау өзінің ходовный дискісі. Полный. Мына жерден кілтті қылып жауып ашып жүре бересіз. Бұлардың багы алдында емес, жағында емес, шетінде емес, дәл мына қақ ортасында орналасқан. Ашылады, міне шенандай қоясыздар. Міне Opel Vectra деген тұсқан сияқты. Мына жеріне міне тартатыны, полныйға. Міне Opel'дің өзінің значогы. Міне полный не салсаңыз, спойлер салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады.
біздікі черный белый жоқ, черный белый емес, синий-лау түсті, көкшілеу түсті. Міне осымен біздің влогымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Бақыттарыңызға рахмет. Удачи.